Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы атты қазақша тарихи каналға қош келдіңіздер. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздің елде қазақ халқының өткенін құрт қаһармандыру процесі басталды. Журналдар мен газет беттерінде, әлеуметтік желілерде әртүрлі батырлар, билер, хандар мен сұлтандар туралы көптеген мәліметтер пайда бола бастады. Сонымен бірге, маңызды тарихи кезеңдер мен көрнекті тұлғалар туралы әртүрлі гипотезалар да кеңінен ұсыныла бастады. Бірақ бұл жаман ба? Біздің қазақ халқы тым ұзақ уақыт бойы өзінің ұлттық тарихын талқылау құқынан айырылып, Мәскеуде жазылған тарихты жай ғана жұтып қоюға мәжбүр болып келді. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін әр қазақтың өз ата-бабаларын мақтауға толық құқығы бар деп есептеймін. Тек осы мақтау басқа қазақтың ата-бабаларына тіл тигізбесе болғаны. Бірақ қазақтың тарихи санасының оянуын қаламайтындар да аз емес. Сондай өрескел фактінің бірі сонау 1993 жылы шыққан «Түпті қиямнан өзіме дейін» деген үлкен тарихи шығарманы 30 жылдан астам уақыттан бері қатты сынға алынып жүргені. Осы шығарманы жақтырмай, менсінбей, жамандап жүрген жалған критиктерге мен келесіні айтқым келеді. Біріншіден, қазақтың беделді руларының бірі Шапырашты жамандауға жол бермеу керек. Өйткені бұл рудан көптеген көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері шыққан және әлі күнге дейін де шығып жатыр. Атамыз қазақтың болар ел бір-біріне батыр дейді деген даналықты ұмытпаған жөн. Екіншіден, бұл еңбек мемлекет қаржысына шығарылғандай сынға түсіріп жатырмыз. Бірақ бұл кітап, осы кітаптың авторы Қазыбек Тәуасарұлы ұрпақтарының ортақ жұмысының нәтижесі. Және осы шығарманы жоққа шығару арқылы біз авторды ғана емес, оның бүкіл ұрпақтарына да тіл тигізгеніміз дұрыс емес. Қазақ әрқашан әулие аруақтарды сыйлап, бір-біріне бауырмал болған халық екенін ұмытпау керек. Үшіншіден, осы 30 жыл ішінде бірде-бір кәсіби тарихшы бұл шығарманы кәсіби түрде сынап, арнайы мақала немесе бағдарлама жасап шығармады. Демек, тарихшылардың осы кітап өтірік деп айтатындай дәлелі жоқтың қасы. Ал типа сыншылардың көбісі негізінен өздері үлкен тарихи біліммен мақтана алмайтындарға толып жатыр. Қазақ айтқан тағы бір даналық ойды есімізден шығармағанымыз жөн. Өзің білме, білгенің тілін алма деген қарғыстың ең жаманы ағайын. Төртіншіден, қазақ тарихы тек тарихшыларға ғана құқықты ма? Жоқ, әрбір қазақтың азаматы гипотеза айтып, өз ойларымен бөлісуге құқылы. Сондықтан бұл еңбекті автордың жеке пікірі ретінде де қабылдауға болады. Және соңғы айта кететін бір жай, осы сыншылардың барлығы бұл кітапты кейде тіпті оның авторын ойдан шығарылған деп айтады. Және де сүйенетін дәлелі осы кітап немесе оның авторы Қазыбек Тәуасарұлы туралы жазба фактілермен растайтын құжаттардың жоқ екенін айтады. Бірақ қазақ тарихы ауызша фольклорға негізделген емес пе? Ал егер ауыз әңгімелерді тарихи дерек көз ретінде жоққа шығаратын болсақ, онда Қабанбай, Райымбек, Есет сияқты қазақ батырлардың да барлық ерліктері өтірік болған ғой. Өйткені осы батырлардың барлық ерліктері тек қана ауызша халықтың дастаны мен аңыздарына негізделген. Ең бастысы бұл еңбек қазақты бірлік ынтымаққа шақырып, тарихи ақтаңлақтарға өзіндік баға береді. Соңында мен осы кітаптың авторы Қазыбек Тәуасарұлы туралы айта кеткенімді жөн деп санаймын. Қазыбек 1692 жылы ұлы жүздің Шапырашты руынан шыққан ықпалды қазақ билеушілерінің отбасында дүниеге келген. Атасы Матай қазақтың беделді бектерінің бірі болса, әкесі Тауасар қазақ халқының танымал және әділ биі болды. Тауасар би жас Қазыбектің қабілетін ерте байқап, 5 жасар баласын Бұқараға апарып, бүкіл Орта Азияға танымал болған Бұқара медресесіне оқуға түсіреді. 4 жылдан кейін медресені үздік бітірген 9 жастағы Қазыбек туған жеріне орала салысымен жастығына қарамай ауылдастарының балаларын оқыта бастайды. Бірақ жас Қазыбек өзінің білімге деген ынтасының әлі де қанбағанын түсініп, шығыстың ірі ғылыми орталықтарына барып, алған білімін шыңдауға бел буады. Жапан далада қасында адал жол серігі ретінде Қазыбек өзінің досы Өтеғұл байдың ұлы Өтегенді ертіп алады. Екі жас өспірімнің алғашқы барған жері әйгілі Самарқан медресесі болып, онда олар Хафиз Заденің 1,5 жыл бойы дәрістерін тыңдайды.
Кейін сапарларын әрі қарай жалғастырып, 8 жыл ішінде Шам, Бағдат, Стамбул, тіпті Рим өлкелерінде де болып қайтады. Араб және парсы тілдерін жетік меңгерген, білімдерін едәуір толықтырған Қазыбек пен Өтеген 1709 жылы ғана елге оралады. Енді олардың басты мақсаты осы сапарда білген тергендерін туған елмен бөлісу еді. Алайда жігіттерінің армандары орындалмайды, өйткені дәл осы уақытта жоңғар шапқыншылығының келесі кезеңі басталып кетеді. Енді Қазыбек пен Өтеген жоңғарларға тойтарыс беруге белсенді қатысады. Ер жүрек және батыл Қазыбек сол кездегі қазақтың ханы Тәукенің көзіне түсіп, кезекті шайқастан кейін ханның шатырына шақырылып, өз білімділігімен Тәуке ханды таң қалдырады. Сондықтан болар кезекті ауыр жеңілістен кейін жоңғар билеушісі Цеван Рабданға бітім жасау туралы ұсыныспен елші жіберу туралы сұрақ туындаған кезде Тәуке ханның таңдауы Қазыбек Тәуасарұлына түседі. Жоңғар қонтайшысы Цеван Рабданның еліне келген Қазыбек өзіне жүктелген міндетті ойдағыдай шешеді, бірақ оны қазақ даласына қайта жібермейді. Жоңғар қонтайшысы Цеван Рабдан да Қазыбектің білімділігіне тамсанып, өз сарайында онымен жиі кездесулер өткізіп тұрады. Алайда 1723 жылы Қазыбек Тәуасарұлы күтпеген жерден Жоңғариядан кетуге бұйрық алады. Бұл бұйрықтың себебін Қазыбек тек өзінің туған даласына келгеннен кейін ғана түсінеді. Өйткені тура сол кезде Цеван Рабдан әскерлері қазақтарға қарсы тарихтағы ең жойқын жорықты бастаған. Елге оралған Қазыбек тағы да жоңғар шапқыншылығына қарсы күрес ұйымдастыра алған қазақ көсемдерінің біріне айналады. 1729 жылы қазақтың толық жеңісімен аяқталған әйгілі Аңырақай шайқасы кезінде Қазыбек Тәуасарұлы бүкіл шапырашты руының әскерін басқарып, өзін шебер қолбасшы ретінде көрсетті. Аңырақай шайқасынан кейін Қазыбек Тәуасарұлы шапырашты әскерін басқаруды өзінің туысқан інісі, кейінірек қазақтың ұлы батырларының біріне айналған Наурызбайға жүктеп, өзі сол Наурызбай батырдың кеңесшісіне айналады. Осы жерде тағы бір айта кететін жай, 1776 жылы қайтыс болғанға дейін Тәукеден кейінгі барлық қазақ хандары Қазыбек Тәуасарұлының пікірін тыңдап, ақылдасып отырды. Соңында айта кететін тағы бір нәрсе, егер Қазыбек Тәуасарұлы қазақтың осындай атақты батырымен биі болса, онда оның аты неге қазақ тарихынан өшірілді деген сұрақ туындайды. Бірақ бұл сұрақтың жауабы өте қарапайым түрде түсіндіріледі. Көрнекті мемлекет қайраткері, кеңестік Қазақстан басшыларының бірі болған Ораз Кекімұлы Жандосов Қазыбек Тәуасарұлының тікелей ұрпағы болған. 1938 жылы оны атып тастап, туыстарын қудалау басталған кезде қазақ тарихынан оның ата-бабалары, соның ішінде Қазыбек Тәуасарұлы туралы мәліметтерді тазарту науқаны да жүргізілді. Ал бүгін тәуелсіз қазақ елінде Қазыбек Тәуасарұлы сынды көрнекті қазақтардың жарқын есімдерін қайтадан жаңғырту міндетті түрде керек деп санаймын. Өйткені біздің қазақ жастары жасанды емес, осы атамыз секілді нақты тарихи тұлғалармен танысу арқылы өз еліне деген сүйіспеншілігін арттыру керек. Қазыбек би төле әйтекенін, сендей болсын асылы туған елдің. Шам басыра Бағдатты түгел кезіп, ғалам үшін шарлаған жаттың жерін. Қаруласы Бөгенбай Қабанбайдың, ер Өтеген Рысбек Наурызбайдың, зар заманда бас қосып бұқар менен, хан тағынан табылған Абылайдың, қалмақты қанға сатқан Қарасайлы, шапырашты Қазыбек
бабатайым.